Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдар аралығында өмір сүрген. Қарахан мемлекеті 10 ғасырдың ортасында Шығыс Түркістан және Жетісу жерлерінде құрылған. Территориясына қарап жіберейік. Шығыс Түркістан дегеніміз мына жақ, ал Жетісу дегеніміз мына Қазақстанның мына бөлігі. Сонда мынау бөлік Қарахан мемлекетіне тиесілі болған. Қарахан мемлекетінің негізін қалаушы Сатоқ-Богра хан. Қарахан мемлекеті екіге бөлінген: Шығыс хандық және Батыс хандық. Және дәстүрге сай Шығыс Қарахан мемлекеті негізгі хандық болып есептелген. Оның орталығы Баласағұн қаласы болған. Ал Батыс Қарахан мемлекетінің орталықтары алдымен Бұхара, кейін Самарқанд болған. Сатоқ-Богра хан Қарахан мемлекетінің негізін салушы, және сонымен қатар ол Қарахан мемлекетінде ең алғаш ислам дінін қабылдаған адам. Сатоқ-Богра ханның өлімінен кейін таққа Мұса келеді. Мұса дегеніміз Сатоқ-Богра ханның баласы. Және ол 960 жылы Қарахан мемлекетінің мемлекеттік діні ретінде ислам дінін жариялайды. Бұл кейін Орта Азиядағы ислам дінінің таралуына өзінің зор үлесін қосады. 10 ғасырдың соңында саманилердің ішкі талас-тартыстың кесірінен әлсіреуін пайдаланып, қарахандықтар 990 жылы Испиджабты жаулап алады. Ал Қараханның өзінің құлауына себепші болғандар наймандар және қарақытайлар. Солай 1210 жылы күшлік Батыс Қарахан мемлекетін басып алады. Керісінше Шығыс Қарахан мемлекетін басып алады. Және 1212 жылы Хорезм шахы Мұхаммед Қарахан мемлекетін толықтай құлатады. Қарахан мемлекетінің тарихы осы жерде аяқталады. Қарақтай мемлекеті 1128-1212 жылдар аралығында өмір сүрген. Және олар Жетісу жерінде билік еткен. Яғни территориясы жайлы айтатын болсақ, ол Қазақстанның шығысында орналасқан. Негізінен қарақтайлықтар дегеніміз ол қидандар, бірақ олар сол Жетісу жеріндегі түркі тілдес тайпалармен араласып, нәтижесінде қарақтайлықтар деп аталып кеткен. Яғни Қарақтай мемлекетінің негізін құрушылар ол қидандар. Қарақтай мемлекетінің негізін қалаған Илүй Даши. Ол 1128 жылы Баласағұн қаласын басып алады. Ал 1141 жылы Самарқанға жақын Қатуан даласында қарақтайларға қарсы Қарахан және Салжұқ әскерлері соғысады. Және бұл соғыста Қарақтай жеңіске жетеді. Нәтижесінде олардың Орта Азиядағы ықпалы және үстемдігі артады. Енді мәдениет жайлы қысқаша айтатын болсақ, қарақтайлықтарда билік лауазымы Гурхан деп аталады, және әр үй төлейтін салық динар деп аталады. Сонымен қатар, осы билікке байланысты қарақтайлықтардың басты ерекшелігі, мұнда әйел адамдар билікке отыратын мұрагер ретінде есептеле алған. Яғни әйелдердің де құқығы болған. Енді 13 ғасырдың басына қарай Қарақтай мемлекеті құлауына жақындайды. Яғни олар наймандармен көп соғысады, және наймандар және хорезмшақтар қарақтайлықтарының құлауына негізгі себепші болады. 1208 жылы найман билеушісі күшлік қарақтайлықтарды шығыста жеңеді, және 1212 жылы қарақтайлықтар құлайды. Нәтижесінде күшлік билікті өз қолына алады. Қарақтай мемлекетінің тарихы осы жерден аяқталады. Қимақ қағанаты 9 ғасырдың соңы мен 11 ғасырдың басы аралығында өмір сүрген мемлекет. Ол 8-9 ғасырлар арасында осы Қазақстанның солтүстік шығысында қалыптасқан. Және әрі қарай олар сол Қазақстанның солтүстік шығысы мен орталығында мекендеген. Яғни мынау дегеніміз Қазақстанның солтүстік шығысы мына бөлік және орталығы. Яғни қимақтар Қазақстанның теңдей жартысын алды деп есептей аламыз. Бұл қимақтардың территориясы. Қимақтарда жоғарғы билік лауазымы қаған болған, және тайпа көсемдерін шат түтік деп атаған. Сонымен қатар қимақтардың Ертіс өзенінің бойындағы орталығы Имақия деп аталған. Жалпы қимақтардың құрамында ең көп болған тайпа Қыпшақтар. Және Қыпшақтар кейін осы Қимақ қағандығының құлауына әсер етеді. Себебі Қимақ қағанды, яғни 11 ғасырға қарай осы Қимақ қағанатының ішінде ішкі талас-тартыстар басталады, және сол ішіндегі Қыпшақ тайпасы Қимақ қағандығының құлауына әкеледі. Олар билікке ұмтылады. Қимақ қағанаты осылай өзінің тарихын аяқтайды. Ал енді Қимақ-Қыпшақ одағы жайлы сөз қозғайық. Біріншіден, Қыпшақтар Қимақтардың билік жүйесін, саяси құрылымын және әскери дәстүрлерін жалғастырды. Яғни олар Қимақтардың тікелей мұрагерлері болып есептеледі. Екіншіден,
Қыпшақ этносының қалыптасуында қимақтардың атқарған рөлі зор. Яғни қимақтар қыпшақтармен араласып, олардың шаруашылық жүйесі дамыған. Яғни мысалы қимақтар да қыпшақтар да көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан, ал егер кедей болса халық, олар көбінесе егіншілікпен және балықшылықпен айналысқан. Үшіншіден, қимақ қыпшақ одағы әскери тұрақтылықты сақтады. Яғни егер қимақ қағанаты әлсіресе де, қыпшақтар бұл одақты сақтап тұрды. Қыпшақ хандығы 11 ғасыр мен 13 ғасырдың басы аралығында өмір сүрген дамыған орта ғасырларға жататын мемлекеттердің бірі. 11 ғасырдың басында Қыпшақ хандығы Қимақ хандығының территориясын толықтай иеленген. Және 12 ғасырдан бастап қыпшақтар Дешті Қыпшақ, яғни тарихта Дешті Қыпшақ және Ұлы дала деген атаумен белгілі Алтайдан Дунайға дейінгі жерлерде үстемдік еткен. Дешті Қыпшақ даласы екіге бөлінеді: Шығыс Дешті Қыпшақ және Батыс Дешті Қыпшақ. Шығыс Дешті Қыпшақ Еділден Алтайға дейінгі аралық, ал Батыс Дешті Қыпшақ Дунайдан Еділге дейінгі аралық. Енді қыпшақтардың территориясын көрсетейік. Міне, мынау бізде әлем картасы. Алтай таулары мына бетте орналасқан, ал Дунай мына жақта орналасқан. Сонда мынау аралық бізде қыпшақтарға тиесілі болған және Дешті Қыпшақ деп аталған. Қыпшақтардың әскери басқару жүйесі екі қанаттан тұрған: оң қанат және сол қанат. Оң қанаттың орталығы Жайық өзенінің бойындағы Сарайшықта орналасқан, ал сол қанаттың орталығы Сырдария өзенінің бойындағы Сығанақта орналасқан. Қыпшақтарда жоғарғы билеуші лауазымы хан болған және олар құлдарды Яланкөк деп атаған. Қыпшақтар туралы ақпараттарда әртүрлі елдердегі ақпарат, яғни әр ел қыпшақтарды әртүрлі атаған. Орыстар қыпшақтарды паловшылар деген, ал еуропалықтар құмандар немесе командар деп атаған. Қыпшақтар 12 ғасырда үстемдік еткен және олар 13 ғасырдың басында Хорезм шахы мен Сыр бойындағы қалалар үшін күрес жүргізген. Бірақ бұл күресті моңғол шапқыншылығы тоқтатып жібереді. Хазар қағандығы 650-969 жылдар аралығында өмір сүрген орта ғасырлық мемлекет. Хазар қағандығының жеке мемлекет болып бөлініп кетуіне келейік. 630-651 жылдар аралығында батыс түрік қағанатында Дулу және Нушиби арасында азамат соғысы орын алады. Бұл кезеңде хазарлар нушибилердің құрамында еді. Қытайдың күшейген Таң империясы батыс түрік қағанатының батыс иеліктерін толықтай жаулап алады және ол кезде Нушибиде ішкі наразылықтар пайда болады. Және Қытайды қолдаған Иби Шегу қағанды тақтан түсіріп қуып жібереді. Ал одан кейін Дулу қағаны Дулу Шабулой билікті өз қолына алады және сол кезде хазарлар өздері іштей бөлініп бастайды. Сөйтіп хазарлардың бірінші қағаны жергілікті билеуші емес, түркі қағандығының қуылған билеушісі болып табылады. Енді сөйтіп 7 ғасырдың ортасына қарай батыс түрік қағанатының еуропалық бөлігінен екі мемлекет пайда болады: хазарлар және бұлғарлар. Өздерінің туыстары, бірақ сонымен қатар қарсыластары бұлғарларды хазарлар жаулап алуға тырысады, себебі олар өздерінің күш қуатын арттырғысы келеді. Және хазарлар яғни бұлғарлардың кейбір бөлігін жеңеді. Бұл бөлігі дегеніміз Ботпайдың билігіндегі бөлік, және олар кейін қара бұлғарлар деп аталған. Ал хазарларға бағынғысы келмеген бұлғарлар Еділге көшеді да, одан кейін Еділ бұлғарлары деп аталып кетеді. Енді Хазар қағандығының территориясы жайлы айтайық. Олар Жайықтың төменгі және орта ағысын алған, солтүстік Кавказ жерін алған, сосын біздің қазіргі Қазақстанның солтүстік батыс бөлігін, сонымен қатар Азов теңізінің маңын алған. Яғни міне картадан көрсететін болсақ, мына бөлік Хазар қағандығына тиесілі болған. Енді Хазар қағандығы шығысында түркі қағанаттарымен және батысында Византия және славян елдерімен әскери, экономикалық және саяси қарым-қатынастар жасаған. 965 жылы Киев Русьмен оғыздар одақтасып, осы хазарларды талқандайды және 4 жыл өткеннен кейін 969 жылы хазарлар толықтай құлайды. Олардың тарихтары осылай аяқталады. Монғолия кезеңіне дейін батыс Монғолияны мекендеген тайпалар Найман және керейлердің ірі тайпалары. Наймандар мен керейлердің қалыптасуы 840 жылы, яғни ұйғыр қағанатын талқандалған жылы басталады және олар 1125 жылы өздерінің тәуелсіздігін алады.
Наймандар мен керейлердің саяси құрылымы бір-бірінің деңгейіне жақын болған және ұқсас болған. Енді наймандар жайлы сөз қозғайық. Наймандар Қазақстанның шығысы мен Монғолияның батысында, мына өңірде орналасқан. Олардың орталығы балықты болған, ол Орхон өзенінің маңында орналасқан. Наймандардың гүлденген кезеңі 12 ғасырдың екінші жартысы болған. Наймандардың шығыстағы көршілер керейлер, батыстағы көршілер ертіс маңына жақын қыпшақтар және солтүстікте көршілер енесей қырғыздар болған. Наймандар 13 ғасырдың басында, яғни 1201 жылы құрылтай ұйымдастырады. Бұл құрылтайдың тақырыбы Шыңғысханның қалың қолы және Шыңғысханның күшеюіне жол бермеу болған. Бірақ наймандардың соңғы ханы күшлік 1204 жылы Шыңғысханнан жеңіліс тауып өлтіріледі. Сөйтіп наймандар толықтай жеңіледі. Келесі керейлер мекендеген жер ол негізінен Монғолия жері болған. Солтүстігінде Орхон өзені мен оңтүстігінде Хуанхэ өзені мекендеген. Бұл керейлердің территориясы болған және олардың астанасы Битөбе қаласы болған. Әскери жүйе бойынша керейлер мыңдық, жүздік және ондық болып бөлінген. Керейлердің мықты билеушісі Тоғорыл хан болған және ол 12 ғасырдың 80 жылдары Шыңғысханды қолдаған. Ол біраз уақыт бойы Найман Керейт одағының билеушісі болған. Және керейлер 1203 жылы Шыңғысхан керейлерді бағындырады. Осы оқиғалардан кейін наймандар мен керейлер 13 ғасырда Жетісу маңына қоныс аударуға мәжбүр болады. Келесі тайпа ол жалайырлар. Жалайырлар 6-7 ғасырларда түрік қағанатына қосылады және кейін 13-14 ғасырларда Қазақ хандығының құрамына кіреді. Жалайырлар туралы қызықты ақпарат ол тарихшы Қадырғали Қосмұлы Жалайри осы тайпадан шыққан және жалайырлардың билеушісі Гурханы Жамұқа болған. Және Мұқылай да осы жалайырлардың әскери қолбасшысы болған. Жалайырларды Шыңғысхан талқандап өзіне қосып оларды бағындырады. Жалпы осы атап кеткен 3 тайпа да моңғол шапқыншылығынан зардап шегіп және моңғол шапқыншылығы кезінде олар өздерінің өмір сүруін тоқтатады.